және Instagram парақшаларына тіркеле кетіңіз. Әуәбин намазы. Әуәбин намазы тәубе етушілердің намазы деген ұғымда. Әуәб деп күнә істеп, артынша тәубе еткен кісіні айтады. Әуәбин намазы ақшам намазынан кейін оқылатын нәпіл намаздың атауы. Үкімі мұстахаб. Уақыты. Имам Термизидің хадистер кітабында да мынандай риуаят бар. Кімдегім ақшам намазынан кейін 6 рәкағат намаз оқып, сол аралықта жаман сөз сөйлемейтін болса, онысы ол үшін сауап тұрғысынан алғанда 13 жылғы ғибадатқа татиды. Оны күн батқаннан соң оқудың өзіндік мәні бар. Кісі күндіз бойына пендешілікпен әртүрлі күнәлі әрекеттерге барып қоюы мүмкін. Біреуді жамандап қоюы, яки харам нәрсеге қарап қоюы мүмкін. Немесе байқамай жаман сөздер айтуы да әбден мүмкін. Міне, ақшамнан кейін әуәбин намасын оқу арқылы Алладан кешірім тілеп, күндіз бойы біліп не білмей істеген ұнамсыз әрекеттерін жуып шаюға мүмкіндігі бар екен. Рәкат саны. Намаздың рәкағат саны риуаяттарға қарағанда 4 рәкағат, 6 және 20 рәкағаттан тұрады. Хадистердегі 4 рәкағат дегенді Шафиғи ғалымдары 2-ге бөліп, бірінші бөлігін ақшам намазының сүннеті, ал екінші бөлігін әуәбин намазы деп топшылаған. Сонда олардың пайымынша әуәбин намазы ең азы 2 рәкағат, ең көбі 20 рәкағат оқылады. Ханафи фиқ кітаптарында аталмыш құлшылық түрі 6 рәкағат деп көрсетілген. Оқылуы. 6 рәкағаттық әуәбин намазы 2 рәкағаттан бөліп оқылады. Дәлірек айтқанда, ақшам намазының 2 рәкағат сүннетінен соң әуәбин намазына ниет етіп, 2 рәкағаттан 3-ге бөліп оқиды. Дұға сүрелер әдеттегі рет бойынша оқылады. Арнайы қандай сүрелер оқылатындығы нақты айтылмаған. Сондықтан да Фатихадан кейін қай сүрені оқимын десеңіз де өз еркіңіз. Алла тағала баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл етсін. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.